Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мен дәл қазір Бурабайда орналасқан Абылай ханның алаңында тұрмын. Дәл осы жерде біздің аты аңызға айналған қазақтың басын қосқан ең ірі тұлғаларымыздың бірі Абылай хан дәл осы жерде әскерін жинап, дәл осы жерде билерді, сұлтандарды жинап, өзінің жиналысын, яғни құрылтайын өткізетін болған. Құрметті қазақ елі, мынандай бір әңгіме бар. Абылай хан жоңғарлардың қолында тұтқында болған кезінде ол жоңғардың сұлтаны әмірсанамен жақсы достасып тіл табады. Екеуі кәдімгі жақын дос болады. Бірақ күндердің күнінде жоңғарларға Қытайдың шабуылы, қысымы өте қатты болады. Сол кездерде әмірсанаға да қысым өте қатты көрсетілген кезде әмірсана Абылай ханға қашып келеді. Абылай хан оны дәл осы жерде орналасқан ормандарға жасырады және Қытайдан келген елшіге әмірсананы бермей қояды. Соның арқасында Қытай қазақтарға соғыс ашады. Сол кезде бірақ Абылай ханның сол кезде тапқырлығы Қытайдан келген әскерді Абылай хан соғыссыз жеңеді. Яғни қалай? Тек мынау таудан түсіріп оларды жазыққа алып кетеді да, жазықта енді біздің қазақ орысша айтқанда степте өскен адамдар ғой. Әскермен соғыспай, артынан жүргізіп отырып, жай қырып тастайды. Яғни қытайлардың суы бітеді, тамағы бітеді, жерге асы болмағандықтан амал жоқ, талай қырылады, Қытайға қайтады. Ал барлық сол жоспардың барлығы дәл осы жерде ақылдасқан болатын. Құрметті қазақ елі, Бурабайға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде дәл осы Абылай ханның алаңына келіңіздер.